Балам атамен әкесі тамаққа шақыр. Әке, апам сіздерді тамаққа шақыртады. Сабақтарың қалай өтті, балаларым? Бүгін бізде ерекше сабақ болды, апа. Тақырыбымыз табиғатты қорғау адамзаттың басты міндеті. Яғни әрқашан табиғатты қорғауға байланысты оқыдық. Тіпті жақын келешек көмегімен экологиялық деректерді талдадық. Міне жаңашылдық осы екен. Жасанды интеллект негізінде табиғатты қалай қорғау керек екен? Тарих сабағында біз ежелгі өркениеттердің табиғатты қалай пайдаланғанын үйрендік. Мысалы, туннельдер арқылы өзендердің бағытын өзгерткен. Ал индустриалды дәуірде табиғатты улап, ауа мен суды ластаған. Дұрыс болған, бірақ соның бәрі адамның табиғатқа немқұрайлы қарағанның салдары. Біздің ата-бабамыз жетпеген судың да сұрауы бар деп бекер айтпаған. Я шынымен қазір тарихымызға сабақ болу керек. Егер өткенді қателік қайталасақ, келешекте ең алдан. Тағы басқа сабақтардан не өттіңдер? География сабағында климаттың өзгеруі туралы оқыдық. Қазір жаһандық жылыну күшейіп жатыр, мұхиттар ериді, ормандар азайған. Рас болған, ал жасанды интеллект мәліметтерді пайдаланудан экожүйедегі өзгерістерді алдын ала болжауда. Яғни жасанды интеллект табиғатты қорғауға қызмет ете алады. Zaman өзгерді ғой. Кезінде біз ауа райын аспанға қарап болжайтынбыз. Үйде компьютер айтады. Бірақ мемлекетте табиғатты қорғау бәрібір жүзеге қалуы керек. Ал біз биология пәнінде жойылып кеткен қаупі бар жануарлар туралы оқыдық. Ата, аққулар барыстар азайып кеткен екен. Биік қырғауыл бәріміз көзімізбен көретінбіз. Табиғаттан алсақ, орнына қайтару керек. Ол табиғи заң. Ал химияда ауа мен судың ластануын зерттедік. Ұшқын жаңбырлар, пластиктер бәрі аққулар жатыр. Қазір жасанды интеллект көмегімен кез ауылдық қалдықтарын азайту жолдарын іздеп жатыр. Дұрыс балам, технология жаман емес, онда пайдалану керек. Ал табиғатты ластаушы да, сақтаушы да адам. Балалар, бір нәрсені ұмытпаңдар. Жер біздің анамыз. Жер ана, су өмір, табиғат, ағаш тыныс. Осы сөздер мәңгі қалады. Баяғыда қариялар орманға кіргенде әр шыққан бұтаққа жауап бересіз дейтін. Біз кезінде ағаш өссек, соны бақылайтынбыз. Қазір ағашты кей адамдар тексерісті бөледі. Жасанды интеллект қаншалықты дамыса да, ол табиғаттың ізін сылдырып кетпейді. Сондықтан жүрегімізден аялауымыз керек. Дұрыс айтасыздар, бәрі өзімізден басталады. Табиғатты қорғау мәдениетіміздің бір бөлігі. Үйдің ауласын таза ұстау, су үнемдеу, қоқыс тастау, осының ұлтымыздың жалғасы. Ендеше демалыс күні далаға шығып тазалықты өткізейік, балалар аулада, біз бау-бақшада. Ендеше мен достарымды шақырып, жасанды интеллект арқылы плакат дайындаймын. Табиғатты қорғау өз ауданына қалады. Олай болса, мен кішкене екі ауылға бастаймын. Табиғат туралы кеңестерді осы әлеуметтік желіге жүктеймін. Жарайсыздар балаларым. Кезінде бізге ауылдың үлкендері, ауылдың тазалығы адамның ар ұяты деп айтатын. Қазір соны қайта еске алатын уақыт келді. Дәл солай, табиғатты қорғау біздің ұлттық рухтың айнасы. Жерді құрметтеу, елді құрметтеу, осыны ұмытпаңдар. Ал енді тамақтанып болсақ, әркім өз ісіне кірісіп